сол себептен біздің запросқа байланысты осындай продуктты бізге сыйлады деп айтсақ болады. Бірінші, можно музыку какую-нибудь интригующую? Бірінші, питание. То есть, у кого есть дерматологические проблемы, как сухость кожи, трещина пяток, особенно после, где хромает щитовидка, как раз таки этот продукт будет супер. Екінші, интенсивное смягчение, жаңа айтып кеткендей, да? Білесіздер, көбіне қазір жаз мезгілі басталды, огород басталды, отдых басталды. Сол себептен біздің теріміз күннің көзінен көп повреждение алады. Бағанан бері айтып жатырмыз, оксидативный стресс, күннің көзі тоже оксидативный стресс. Как раз таки он будет интенсивно смягчать и защищать. Үшінші, увлажнение. То есть увлажнение он должен всегда у нас быть на коже. За счет смягчения эмолента этого продукта он будет, то есть он не будет терять влагу на коже. Төртінші, антивозрастной эффект, который мы хотим всегда быть молодыми, здоровыми, красивыми. Бесінші, он что снимает еще? То есть дренаж мощный. Көріп тұрсыздар, да? Он снимает отечность. Азанда тұрып сіз Black Way'ді ішіп аласыз, Нониді ішіп аласыз, он рет секіресіздер, и он жағып аласыздар, да? Отектарыңыз кете бастайды. Алтыншы, сохранение влаги и глубоких слоев кожи. Жаңа айттымыз сіздерге, эмолент. Негізі десеңіздер, мынау тері үш қабаттан тұрады. Оның жоғарысында чешуйкалар болады, былай-былай. Шуғаннан кейін байқайсыздар, беттеріңіз тырысып былай болып қалады. Соны жағып, осы кремді жаққаннан кейін сіздердің беттеріңіздегі эмолент қолданып, сіз өзіңіздің ішіңіздегі влаганы сыртқа жібермейсіз, сонда ұстап тұрасыз. Сонда сіздің бетіңіз қабыршақтанбайды және әжімдеріңіз жазылады. Жетінші, успокоение раздраженной кожи. Например, менің терім. Мен қызаруға бейім адаммын. Бетімде сосудтар көп. Менің физиологиям сондай. Сол себептен осы кремді жаққаннан кейін осы әсерді мен өзімде көрдім. Қызарғанды басатын. Сегізінші, восстановление повреждений. Мысалы, айтып кеттім ғой жаңа, пожарниктер, шахтада жұмыс істейтін кісілердің қолдары, болмаса тырнақтың асты, болмаса аяқтың өкшелерінің трещиналарын осы препарат жазады. 9. Защита. Защита, мысалы жаңа айтып кеттім, чешуйканы жабыстырғаннан кейін сырттан келетін экзогенді факторды, микробтар, вирустар, болмаса микрочастицалық майда-майда түйіршікті заттар болады ғой, шаң сияқты, соның барлығы теріге кірмейді. Сол себептен сіз тез қартаймайсыздар. Тадам! 10-шы! Надежная защита от загрязнения. Жаңа айтып кеткендей, бізді сыртқы кері әсерін тигізетін компоненттерден сақтайды. Ал енді